Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін экономикалық ерекше бір топ босқындар туралы айтамыз. Босқындар деген кімдер? Олардың басқа адамдардан артықшылығы мен кемшілігі жайлы. Босқын статусы кімдерге беріледі және босқын статусы бар адамдардың ерекше құқықтары туралы айтамыз. Видеоның соңында нақты мысалдар келтіреміз және еліміз халықаралық заңнаманы ұстана ма деген сұраққа жауап береміз. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіз. Қарапайым экономика арнасына тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Босқындар. Олар да қарапайым адамдар. Бірақ олар өмірдің қиын кезеңдерінен өтуге мәжбүр болған жандар. Өз елдерінде өмірі мен бостандығына қауіп төніп тұрғандықтан, олар өз елін тастап кетуге мәжбүр болады. Елден кету әрине өте қиын шешім. Елден кету деген өткен өмірің мен оның естеліктерін тастап кету деген сөз. Босқын статусы кімдерге беріледі? Ең әуелі адам босқын болып есептелу үшін өз елінде емес, өзге елде болуы керек. Яғни кем дегенде бір шекарадан өтуі қажет. Екіншіден, босқынның өміріне қауіп төніп тұрған болуы керек. Мысалға, өз елінде қарулы қақтығыс, немесе өз елінде қудалауға түскен адамдар, әлеуметтік тобына, діни сеніміне немесе саяси көзқарасы мен өз еліндегі саяси жүйеге қарсылығы үшін. Босқын болып өзге елге кету дегеніміз кез келген адам үшін тек үйі мен жинақтаған мүлкінен айырылу ғана емес, өз жақындары мен кейде тіпті өз отбасынан айырылу. Өз басына қауіпсіз елге жетудің өзі ұзақ әрі қиыншылықтарға толы болуы мүмкін. Әлем бойынша жыл сайын мыңдаған адамдар өз елін тастап қашып шығу жолында мерт болуда. Бақытымызға орай босқындарға қорған болатын халықаралық заңнама бар. Сол заңнамаға сәйкес босқын болып есептелетін адам өз елдеріне қайтарылмайды және босқын қашып барған ел сол босқын саналатын адамға заңды қамқорлық көрсетуге міндеттеледі. Алайда соның өзінде босқындарға бұл оңайға түспейді. Олардың көбісі туған-туыстарынан айырылған, жаңа ел мен жерге сіңісу де оңай емес, әсіресе жаңа тіл мен мәдениет те босқындарға қиыншылық тудырады. Қандай сәтте адамның босқын мәртебесі алынады? Егер өз еліндегі жағдай тұрақталып, қауіпсіз болып танылса, ол адам өз еліне қайтарылады да босқын статусы алынады. Алайда бұндай бола бермейді ғой. Сол себепті босқындар өздері қашып барған елге барынша сіңісіп, тілі мен мәдениетін қабылдауға тырысады. Бұған сол елде атсалысады. Түптің түбінде сол елдің азаматтығын алуда мүмкіншілік тууы мүмкін. Мұндай жағдайда әрине одан босқын статусы алынады. Адамзат тарихында миллиондаған босқындар жаңа мекеннен қорған тауып жатты. Соның арқасында миллиондаған адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болды. Алайда тек екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана әлем елдері босқындардың құқықтары туралы бір келісімге келді. 1951 жылы бұл келісім заң жүзінде қабылданып, босқын статусы туралы заң деп аталды. Сонымен бұл конвенция қандай құқықтар беретінін қарастырайық. Ең бастысы, егер өз елінде ол адамның өміріне қауіп төніп тұрған болса, оны өз еліне қайтаруға болмайды. Шекарадан өткен босқынға қабылдап алушы ел кем дегенде ең төменгі өмір сүруіне қажетті базалық көмек көрсетуге міндеттеледі. Бұдан бөлек босқынға ой еркіндігі, қимыл қозғалыс еркіндігі және сөз еркіндігі болуы қажет. Сонымен қатар босқында экономикалық еркіндік болуы керек, яғни білім алу, жұмыс істеу мен табыс табу еркіндігі, медициналық көмек алу құқығы да беріледі. Ал енді видеоның басында айтылғандай мысалдар келтірейік. Әлем бойынша босқындардың ең үлкен тобы әскери тұрақсыздыққа, яғни өз елдеріндегі соғысқа байланысты өз елдерін тастап кетуге мәжбүр болады. Бұған Ауғанстан мен Ирактағы қарулы қақтығыстан қашқан босқындарды және Украинадағы қалаларды аяусыз бомбалардан қашқан босқындарды мысал етуге болады. Екінші ірі топ әлеуметтік жағдайға, яғни аштықтан қашқан босқындар. Бұған Африканың кедей елдерінен қашқан босқындар жатады. Үшінші топ діни сенімі мен ұлттық әлеуметтік тобына байланысты босқын атанғандар. Тарихта Ресей патшалығы қазақ жерін отарлаған тұста кейбір қазақтар орыстың боданына кіруді ар санап, тілі мен дінін сақтап қалу үшін қауіпсіз мекендерге қоныс аударды. Ең арысы Ауғанстан мен Түркияға дейін қоныс аударды. Ал қазіргі заманға мысал келтірер болсақ, Қытайдың діни және ұлттық топтарға жасаған қатыгез саясатынан қашқан Қытайдағы мұсылмандарды, оның ішінде қазақтар мен ұйғырларды айтсақ болады. Төртінші топ әрине саяси босқындар. Кез келген авторитарлы билік орныққан елде сол саяси жүйеге қарсы адамдарда табылады. Бұл саяси заңдылық. Кей жағдайда ол адамдардың өміріне қауіп төнгендіктен олар елден кетуге мәжбүр болады. Олар барлық диктатуралы елдерде бар және мысалға Ресейде,
және Өзбекстан мен Қытайда, тіпті әрине Қазақстанда да. Кейбір ел азаматтары саяси босқындарға елден қашты деп кінә артып жатады. Алайда елден кетпеген саяси оппозициялық қаһармандар Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбаевтар елден кеткен болса, осы кезде тірі болар ма еді дегенді ойламайды. Ең бастысы, бастың амандығы екенін ұмытып жатады. Екі бірдей арысымыздан айырылдық. Ал енді елімізде сондай қаһармандар қашан туатынын кім айта алады? Бұл күнде еліміз босқын статусы туралы халықаралық заңнаманы орындамай келеді. Елімізге Қытайдан қашып келген саяси қуғын сүргінге ұшырағандар да пана таба алмай жүр. Ондай жандардың саны өте көп. Соның бірі балалары үшін шекараны заңсыз кесіп өткен Сайрагүл Сауытбай атамекені Қазақстаннан пана таппай, бұл күнде Қытайдан қашып, Швециядан пана тапты. Бұдан бөлек Өзбекстан саясатына ашық қарсы шыққан қарақалпақ ұлтының қаһармандарын да Қазақстаннан ұстап, Өзбекстанға депортациялап жатырмыз. Шындығында оларға саяси босқын статусы берілу керек еді. Ең бастысы, адам өмірі мен оның құқықтарын ескермеудеміз. Кім білет, Қазақстаннан пана таппаған Сайрагүл Сауытбайдың ұл қыздары Қазақстанда өссе, экономикамыздың өркендеп өсуіне үлес қосар ма еді? Олар өсе келе Нұрқаділов сияқты саясаткер немесе Саттарханов сияқты боксер болар ма еді? Алайда олар өз елінен пана таппай, қазір аналарымен бірге Швецияда. Қарапайым экономика арнасы. Көріңіз, тіркеліңіз. Өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз.